Барлықтарыңызға сәлем, есімім Ақылбек Шыңғыс, Қазақстан тарихы. Ресей империясының отарлық саясатының кезеңдері. Бастайық. 18 ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ хандығының жағдайы өте қиын болды. Ел ішіндегі бірлік жойыла бастады. Біріншіден, екіншіден, әр жүз бөліне бастады, әр жүздің өзінің ханы болды. Оның үстіне жоңғарлардың шапқыншылығы күшейе бастады. Соның салдарынан 18 ғасырдың бірінші ширегінде 1723 жылы басталған Қазақстан тарихындағы өте өкінішті кезеңдер болды. Ол Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама. Ашаршылық кезең болды. Қазақстанда ашаршылық орнады, және соның кесірінен ел ішінде үлкен проблемалар болды. Ол жаңа ашаршылық, өнімдердің жетіспеуі, яғни кейбір тарихи деректерді оқысақ, тіпті қазақтар нан таппай, өнім таппай жейтін, көшеде жүрген балалар, ойнап жүрген балалар, жер астынан тышқандарын тауып суарды жеген деп көптеген деректер тараған. Қазірде ол деректер оқысақ болады, және бұның барлығы өкінішті кезеңдерге алып келді. Және соның кесірінен сол кездегі кіші жүздің ханы Әбілқайыр хан Ресеймен протекторат келісім сөзін жүргізеді. Ол кезде Ресейдің императрицасы Анна Иоановна болған. Ол протектораттың негізгі мақсаты Ресеймен бір келісімде болу, дос болу, мемлекеттер болу, және де Ресей, мысалы, Қазақстанға жоңғарлар шапқыншылық жасаса, Ресей оларды қорғау керек болған. Негізгі мақсат осы: ел ішіндегі бірлікті нығайту, және де жоңғарлардан қорғану. Отарлық бекіністер. Жаңағы қазақтар мен Ресей империясы протекторат жүргізгеннен кейін Ресей империясы жаймендеп өздерінің отарлық саясатын жүргізе бастады. Олардың осы отарлау саясатына жұмсаған ең үлкен күші бекіністерге барды. Яғни бекіністер саласы Қазақстан жері бойынша. Былайша айтқанда, бұл әскери отарлық саясат болған. Қазақстан түкпір-түкпір жерлерінен өздерінің бекіністерін сала бастады. Алғашында негізгі идеясы Қазақстан жерін просто жай ғана бақылау, қорғану. Егер мысалы шапқыншылықтар болса, алдын ала көру сол шапқыншылықтарды, жауларды. Алайда бекіністер өкінішке орай өздерінің алғашқы идеясын орындаған жоқ. Керісінше тоталитарлық десек те болады, тоталитарлық басқару жүйесі енгізілді. Яғни қорғану үшін емес, керісінше ел ішіндегі қазақтарды бақылап отырды тек қана. Мысалы жүрсе, мал жайылым жүрсе, қазақтар өздері жүрсе, сауда саттық жүріп жатса, олардың барлығын бақылап тексеріп отырған екен. Өздерінің әскерлерін кіргізді. Яғни оларға қарсы ештеңе істей алмайды қазақтар, өкінішке орай. Ол әскерлер не дейді, соның барлығын істеп отырған. Өкінішке орай осындай жағдай орындалды. Қазақстан жерінде ең үлкен негізгі бекіністер ол Орынбор, Торғай, Семей, Бұқтырма бекіністері болған. Верный бекінісі болған. Бекіністер өте көп болған жалпы. Және барлығы сол тек қана осы қазақтарды бақылап отыру рөлін сомдап отқан. Және де отарлық реформалар жүргізе басталды. Олар 19 ғасырдың екінші ғасырында басталды. Яғни бұл әскери отарлық емес, бұл саяси отарлық. Саясат бойынша, яғни ел ішінде өздерінің реформаны жүргізді. Мысалы айтып өтсек, негізгі реформалар 1822 жылғы қабылданған реформа Сібір қырғыздары туралы жарғы.
орта жүзде хандық билік жойылды осының салдарынан. Яғни ханның орнына сұлтандар және де болыстар сайланды. 1824 жылы Орынбор қырғыздары туралы жалғы бұл кіші жүздегі хандық билік жойылуына әсер еткен реформа. Билік толығымен таратылды осы реформадан кейін. Кейінірек 1867 және де 1868 жылдары әкімшілік реформалар енгізіп, Қазақстан облыстарға, уездерге және де болыстарға бөліне бастады. Одан кейін 19 ғасырдың аяғында және де 20 ғасырдың басында Ресей үкіметі өздерінің шаруаларын қазақ жеріне кіргізе бастады. Яғни мысалы өздерінің жерінде болып жатқан шаруаларды, өздерінің мысалы фермасы бар, өзінің кәсіптері бар, шаруалар бар ғой, солар мысалы өздерінің Ресейден дамыта алмай жатқан болса, мысалы немесе одан да қатты үлкен кеңейткісі келсе өзінің шаруасын, оларды бірден Қазақстанға жіберетін. Яғни қазақтардың жерін орыстың шаруаларына берген, былайша айтқанда. Біздің жерімізде орыстар өздерінің кәсіптерін бастап кеткен осы реформаның кесірінен. 1860 пен 1880 жылдары алғашқы көші-қон толқыны болды. Яғни осы кезеңде бастап орыс шаруалары кіре бастады біздің елге, және өздерінің шаруаларын осы жақта дамыта бастаған. 1896 және 1917 жылы аралығында Столыпин реформасы кезінде ең көп қоныстанушылар келді. Олардың толқыны өте үлкен болған. Нәтижесінде қазақтар көптеген жерлерінен айырылды, өздеріне тиесілі жерлерінен айырылды бірінші кезекте. Және де былайша айтқанда өздерінің жерінде өздері басшы бола алмай қалды ғой. Жай ғана жұмысшы ретінде ғана есептеле бастады өзінің жерінде. Және де үшінші тағы да отаршылық бар, ол мәдени ағартушылық отарлық. Бұл кезде яғни ешқандай күш көрсетусіз, әскери отарлықсыз, ешқандай саяси реформасыз бұлар мәдениет жағынан шабуыл жасай бастаған. Яғни өздерінің дінін енгізе бастады, өздерінің тілін үйрете бастады. Мысалы мектептерде қазақ тілін үйреніп жүрген балалар, олар қазақ тілін емес орыс тілін үйрене бастады. Күндегі өтіп жүрген өздерінің тарихын орыстардың басшысы қалай жазып береді, сол тарихты оқып беретін болған. Солардың тағайындалған білімдерін ала бастаған. Яғни бұның барлығы осы білімнен басталды десек те болады. Мектептерде, яғни сондай орыс мектептері көбейе бастады. Білім орыс тілінде жүре бастады. Шіркеулер ашыла бастады, өте көп шіркеу. Өздерінің діндерін енгізе бастады. Мысалы, орыс шаруасы болады, ол өзінің жұмысшы ретінде қазақты алады, бірақ өздерінің шарттары болады. Мысалы, яғни дінді қабылда, православ дінін қабылда, христиан дінін қабылда. Мысалы, 4 түлік бағып жүрген қазақты ол алады да шошқаға баққызып қояды. Өйстіп өзінің мәдениетін енгізе бастаған. Бұл барлығы осы орыстардың қазақ жерінде жасаған отарлық саясаттары, реформалары болып табылады. Назарларыңызға рахмет.